Қазіргі таңда дүние жүзі бойынша робототехника ғылымы кең қолданыста. Біздің мемлекетте осы бағыт бойынша дамыған елдердің қатарынан қалмауды мақсат етіп келе жатыр. Осыған байланысты елімізде балалардың ой өрісін кеңейтуді көздеген көптеген үйірмелер пайда бола бастады. Солардың бірі ауданымыздағы Сүлеймен Демирелі университетінде елбасының цифрлы Қазақстан бағдарламасы аясында ашылған RobotX мектебі. Онда балалардың заман талабына сай білім алуына барлық жағдай қарастырылған. Оқушылар еш қиындықсыз робототехниканың қыр-сырын меңгереді. Білімгерлер сабақ барысында түрлі жобаларды жоспарлап, оны дамытуды, әртүрлі бағдарламалар мен жұмыс жасауды үйренеді. Сондай-ақ ұялы телефонға және компьютерге арналған ойындарды құрастыруды, мейблок конструктор арқылы роботтарды жинап, әрі бағдарламалауды, 3D объектілер мен интерьерді модельдеуді үйреніп шығады. Бізде 3 кезеңге бөлінеді мектепте. Бірінші кезең ол Scratch бағдарламасы. Ол балаларға арналған блок арқылы программировать ету болып табылады. Екінші ол робототехника. Scratch бағдарламасын қолдану арқылы жасалады. Ал үшінші веб-разработка мен мобильная разработка болып табылады. Біз сонда HTML, CSS деген арқылы сайттар жасаймыз да, содан кейін ойындар жасаймыз. Жаңа сыныпта білім алуды бастап кеткендердің бірі Ансар Сейіт. 12 жастағы Ансар бұл бағдарламаның қыры мен сырын мұқият меңгеруде. Мен осы робототехника курсына бір ай қатыстым. Роботтарға сканер қойып, датчик қойып, жүргізіп, арақашықтықты сақтап, бұрылыпты үйрендік. Әр балаға болашаққа жақсы. Ансар секілді тың техниканың тетігін табуға ауданымыздың 50-ге жуық балалар ынталанып жүр. Оқу бағдарламасы бойынша білімпаздар ғылыми түрде зерттеу, жоспарлау, талқылау, есептеумен танысады. Осылайша оқушылар үшін математика, физика және информатика пәндерін бір мезетте меңгеруге мүмкіндік туып отыр. Ақылды әрі өркениетті жеткіншек қалыптасу үшін осындай бағыты айқын болашағы бар, тәрбиесі мен тағылымы мол мектептер көптеп ашылса, балаларымыздың білім кеңістігі кеңейері анық. Ал білімді ұрпақ ол біздің ертең еліміздің болашағы екенін ұмытпауымыз қажет.